Расымен барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз. Және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Серігі жоқ, жалғыз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Ән-Нәмл сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Өткенде 81-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, келесі аятқа кіреміз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иза вақағал қаулу алейхим. Алла Тағаланы да, ақыретті де, елшісінде, жалпы ақиқатты мойындамағандардың бастарына Алла Тағаланың азабы орнаған күні. Алла Тағаланың елшісі арқылы уәде еткен қияметтің үлкен белгілері орнап бастаған кезде ахраджна лахум даббатан минал арди. Біз оларға жерден бір жануарды шығарамыз. Ол жануар тукаллимухум, олармен сөйлеседі. Аннан наса кану би аятина ла юқину. Мына адамдар біздің аяттарымызға айқын сенбейді ғой деп сөйлейді. Аллах Тағала күллі адамзатқа, күллі елшілері арқылы ескерткен үлкен ақиқат, үлкен құбылыс, ол қиямет сағаты. Ол бәлелердің бәлесі, адам баласы сезіп көрмеген үлкен, үрейлі, қорқынышты, ауыр құбылыстардың бірі. Осы құбылыс орнардан алдын Аллах Тағала өзінің құдіретімен үлкен 10 белгіні орнатуды қалады. Сол үлкен 10 қиямет сағатының алдынан келетін үлкен 10 белгілердің бірі осы аятта айтылған. Жерден бір жануарды шығарамыз. Хузейфа ибн әл-Асид әл-Ғифари радиаллаху анху сол кісінің айтуы бойынша, біз үйдің астыңғы қабатында қиямет сағаты туралы сөйлесіп отырған едік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоғарғы қабатта болған. Пайғамбарымыз Мединаға келіп қоныстанған кезде Абу Айюб әл-Ансаридің үйіне тұрақтаған 2 қабатты үй. Сол үй болса керек. Біз астында қиямет сағаты туралы сөйлесіп жаттықта дауыстарымыз біраз көтеріліп кеткен еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қарай қарады да, қандай нәрсені еске алып жатсыңдар деді. Сонда біз қиямет сағатын еске алып жатырық, я Алланың елшісі деп жауап бердік. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, расымен де қиямет сағаты орнамайды, сендер оның алдында 10 белгіні көрмейінше деп. Яғни қиямет сағатына дейін өмір сүретін үмбеті көрмейінше. Сөйтіп бізге сол 10 белгіні атады дейді. Ад-духон бұл түтін іспеттес көрінеді, ол тұман, ол газ, аспаннан келетін түсетін Алла Тағаланың белгілі бір уақытқа дейін созылатын азабы. Ол азап кәпірлерге қатты әсер етеді. Мұъминдерге тұмау тиген сияқты болады деген пайғамбарымыздың сөздері бар. Бұл қиямет сағатының алдында орнайтын белгілердің әуелгісі болуы ықтимал. Кейін Даджалды айтты дейді. Кейін жерден жануар шығатынын айтты. Кейін Тулуға шәмси мен мағрибиха, күн батысынан туады. Ва нузуля Иса ибн Мариям, сосын Мариям ұлы Исаның түсетіндігін айтты. Ва яъжуж ва маъжуж, жаңа ғана ақшам намазында оқылды, яъжуж мәжуж, жер бетінің күллі жерінен шыққан күні деп.
Яжуж мажуждердің шығуы қазір жердің астында өмір сүріп жатыр Алла тағаланың құдіретімен. Васаласату хусуфин, және 3 мәрте, біреуі батыста, хосфун бил мағриб, батыс елдерде Алла тағала арнайы бір жерді таңдап, батыстағыларға ескерту ретінде жер ойылып, сол жердегі елді мекен күллі ғимаратымен, өркениетімен, технология заводымен, күллі нәрсесімен, халқымен жердің астына кіріп кетеді. Дәл осындай оқиға хосфун бил машриқ, шығыс елдерінде де орнайды. Ва хосфун би жазиратил араб, араб жазирасында да дәл сондай жердің ойылып ішке жұтуы орындалады 3 мәрте. Ва ахиру залика нарун, бұл белгілердің ең соңғысы дейді от, үлкен от. Тахруджу мин әл-Ямен, Йемен деген жерден шығады. Мин қағри Адан, Адан деген қаланың, Йемендегі Адан қаласының түбінен, жердің ортасынан шығады үлкен от. Тасуқу наса иля махшарихим, күллі адамдарды дүниедегі махшар алаңы Шам еліне қарай айдап апарады, бүкіл жердің бетіндегі адамдарды. Табиту маакум хайсу бәту, түнгі уақытта адамдар тоқтап ұйықтаған кезде қастарында тұрады дейді. Бірге болады, кетпейді. Ватақилу маакум хайсу қалу, күндізгі демалыстарында қай жерде дамылдаса, ол да сол жерде дамылдап тұрады. Тіпті бір риуаятта құрт құмырсқаларға дейін Алла тағала құдіретін көрсету үшін күллі жаратылысты айдайды екен махшарға. Міне бұл Алланың ісі, Алланың уәдесі, және ол оны орындайды, және ол Аллаға оңай. Осы қиямет сағатының үлкен белгілерін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Әл-аяту хоразатун манзуматун фи силкин, бір жіпке сымға тағылған моншақтар секілді дейді, таспиқ сияқты. Фәйін юқтағи силку, егерде жіп үзілсе, ятпағу бағдаха бағдан, бірінің артынан бірі орындалады дейді. Араларында үлкен ұзақтық болмайды. Біз негізі осы үлкен белгілерге қарай келе жатырмыз. Осы белгілердің ішіндегі үшеуіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекше сөйлейді. Саласун иза хорajna, үшеуі егер пайда болса дейді. Ла янфағу нафсан имануха лам такун аманат мин қабл ау касабат фи иманиха хайран. Бұған дейін иман келтірген адамның иманы ол күні пайда бермейді. Әм сол иманына қатысты жақсылық істеп салиқалы амалдарды жинап үлгермеген адамға ол күні иманы пайда бермейді. Ол даджал, жануар, жерден шығатын және күннің батыстан туы. Осы жерде жануардан бұрын даджал деген қиямет сағатының үлкен белгілерінің бірі. Сол туралы біраз әңгіме қозғауымыз қажет болып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қозғағандықтан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, менен бұрын жіберілген күллі пайғамбар даджалды ескерткен дейді өзінің үмбетіне. Тіпті Нух пайғамбардың өзі өзінің қауымына осы даджалды ескерткен. Алайда олар ол жайында көп сөйлемеген. Ал мен сендерге біраз нәрселерді айтып берейін дейді. Қиямет сағатының алдында даджал шығардан алдын 3 жыл қуаңшылық болады, құрғақшылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Аллах тағала 3 жылдың 1-ші жылында аспанға бұйырады, жылдағы жауатын мөлшеріңнің 3-тен 1-ін ұстап қал деп. 3-тен 2-сі жауады. Жылдағыға қарағанда жерге де әмірін түсіреді, жер жылдағы шығаратын шөбіңнің, ризығыңның 3-тен 1-ін ұстап қал дейді. 2-ші жылы аспанға бұйырады, 3-тен 2-сін ұстап қал деп. Жерге бұйырады, ризығыңның 3-тен 2-сін ұстап қал деп. 3-ші жыл бір тамшы жаңбыр жаумайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Толық ұстап қалады. Жердің бетінде ешқандай шөп шықпайды. Күллі жануарлар қырылады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалардан бір айтады, Аллахтың елшісі қайтып өмір сүреді адамдар онда. Сол жылы Аллах тағала әдеттегі өздерің айтып жүрген субханалла, вальхамдулилля,
ла илаха иллаллаху уаллаху акбар сөздердің кереметтерін көрсетеді дейді. Сол сөзді айтумен мүминнің қарны тоқ болады дейді. Бұл дәджалдың алдында Алла Тағала осындай сынақты әкеледі. Аштықтың кезінде кім дінін сатады? Болды ғой, өзімізде де аштықтың кезінде өздеріңіз білесіздер тарихта адам қандай нәрсеге баруы мүмкін екендігі. Сөйтіп имандылар жаңағы Алланы дәріптеу сөздерімен Алланың өзіне ғана мұқтаждық танытқандай имандары мықты осындай кереметтерді көреді. Кейін дәджал шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: «Ма байна адам иля ан тақума ас-саа хулқун акбару минад даджал». Адам алейхиссаламның жаратылысын есептегенде дене бітімін, қиямет сағатына дейінгі жаралатын адамдардың дене бітімін есептегенде сол екі арада даджалдың жаратылысынан үлкен жаратылыс болмайды дейді. Қазір көп Голливудтың кинолары неше түрлі нәрселер шығарып, адамдарды қызықтырып жүр ғой, қаншама адамдарды болмайтын киноларды шығарып, жаңа халық дейді, Кинг-Конг дейді дегендей нәрселер. Алла Тағала көкесін көрсетеді ақиқаттың. Өте үлкен адам болады. Бір көзі жапсырылған соқыр, мен құдайымын деп шығатын. Оның есегі өте үлкен болады. Кезіндегі Адам алейхиссаламның кезіндегі сиырлардың, есектердің, жылқылардың көлемін кімде-кім білгісі келсе, сол заманда кім тірі болса, сол көреді. Алла Тағала көліктің ішінде оған есекті ғана берген дейді. Басқасын оған дұрыс көрмей, тек қана есекті берген дейді. Сол есегінің үстінде отырып, жердің бетін өзіне табынуға шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ол сөйлейтін сөзі: «Ана роббукум», мен сендердің раббыларыңмын. Жердің бетіне Алла Тағала осындай бір үлкен сынақты жасайды. Оған күллі мүмкіндіктерді береді. Азғыру өте үлкен дәрежеде болуын қалап, ол азғырғандықтан, оның азғырулары сондай сұмдық болғандықтан таймайды адам жолдан. Адам пиғылы дұрыс болмағандықтан таяды, қай заманда болмасын. Сонда сол Харасан деген жерден шығатынын айтқан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Харасан деген жерді бәріңіз білесіздер. Харасаннан шығады дейді. Оны бүгінгі күнге дейін күтіп отқан иудейлер бар. 70 мың иудей өздерінің рәсімдік киімдерін киіп, әрқайсысы қолына қару алып, біздің күткеніміз келді деп артынан ереді. Сондай-ақ олардың соңынан, оның соңынан қаншалаған түркі халықтар ереді. Ойлай беріңіз. Біз мақтанамыз ғой тарихымызбен. Шыңғысханның қасындағы әскердің бет әлпетін қалай сипаттаса, Даджалға еретіндердің де бет әлпетін солай сипаттаған. Осымен жердің бетін аралайды. 40 күн болады деген. Жердің бетінде 40 күн болады. Бірінші күні 1 жылдай созылады. Екінші күні 1 айдай, үшінші күні 1 аптадай, қалған күндері өздерінің күндеріндей дейді. Сол кезде сахабалардың ақылына таң қаласың. Ақылдың қуаттылығы деймін да. Осындай нәрсені айтып отқан кезде, олар Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям: егер әуелгі күні 1 жылдай десеңіз, сонда 1 жылда 5 уақыт намаз оқылама, намазымыз қалай болатын болды дейді. Намаз сұрап отыр. Біз намаз сұрамас едік, біз ары қарай айта беріңізші деп айтатын едік. Өйткені біз ақылдан гөрі көңіл қалауына ерген мұсылмандарданбыз. Біз көбінесе көңіліміз басқарады бізді, ақыл емес. Ақылдың ақиқатын әлі танып та үлгерген жоқпыз біз көбіміз. Сондықтан намаз қалай болады дегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: жоқ, сол өлшемдеріңмен өлшейсіңдер. Қысты күні, жазды күні әрбір 2 намаздың арасындағы сағаттар естеріңде болу керек. Сонша сағат өткеннен кейін келесіне отырасыңдар дейді. Осылайша 1 жылдың намазы оқылады. Одан кейін 1 айда солай оқылады, одан кейін 1 аптада солай оқылады. Одан кейін қалған күндері өздерінің күндерімен бірдей дейді. Кәдімгідей Алла Тағала жердің бетіне сондай сынақты әкеледі. Даджал өзінің үлкен есегінің үстінде. Артына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: су деген өзенді ертеді дейді артына. Өзіңіз ойлаңыз. Өзен еріп жүреді. Нан, ет, ризық деген нәрсе жетеді. Міне. Осындай бір Алла Тағала сынақ жасайды жердің бетіне. Сөйтіп оның жәннат деген өзені болады, және от деген өзені болады. Жәннат деген өзені күллі көзі көретін адамға мөп-мөлдір
тұщы су болып көрінеді дейді. Ал от дегені лапылдап тұрған от болып көрінеді. Сендердің біреулерің сол жерге кездесіп қалсаңдар деп отыр. Ол енді ұстап алса, өйткені көбінесе мұсылмандар қашады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, тауларға қашып паналайды деген. Кездесуден қорқып, өйткені иманнан тайып кету оп-оңай. Әп-сәтте. Сонда жаңағы суына байланысты кездесіп қалсаңдар, әлгі от дегеніне барыңдар дейді. Лапылдап тұрған отқа кәдімгі пайғамбарымыз айтып отыр: «Валиғумит айнейхи», кім барса екі көзін жұмсында, басын еңкейтіп, от дегеннен ішсін дейді. Сол кезде салқын суды табады дейді. Сынақты көрдіңіз ба қалай жасалған? Соған сенбей қалу мүмкіндігі бар. Абай атамыз айтады ғой, біздің қазақ дейді, Аллаға да ақыретке де бұлыңғыр сенеді дейді. Бұдан кейін қандай нәрсеге сендіре аласың? Бұл бұлыңғыр сеніммен түгеліміз кетеміз жерге. Сондықтан жәннат дегені ол от дейді, күйдіріп жібереді дейді бірден. Пайғамбарымыз күллі нәрсесін айтпаса да кейбір нәрселерін айтып отыр. Әрбір ауылға барады да шақырады: «Мен сендердің раббыларыңмын» деп. Сол ауылдың көсемі шығады, қаланың көсемі келеді. Қаланың жаңа көсемін айтады: «Егер де ата-анаңды көз алдыңа алып келсем қазір, сенесің бе менің сенің раббың екендігіме?» дейді. «Әрине сенем» дейді. Ата-анаға деген махаббат, ата-ана деген махаббатпен жыға салуы мүмкін болды. Сонда әрине сенем деген кезде оның қасына Алла тағала шайтандарды қосып берген дейді. Адамдардың көздеріне көрінбейді. Сол жерде екі шайтан бірден жаңағы жігіттің әкесі мен анасын айналып: «Я бунайя иттабиху», «Я балақайым, балам, ер оған, ер, осы сенің құдайың осы» деген кезде еріп кетеді. «Куәлік бердім, сен менің құдайым екендігіңе» дейді. Қана қандай нәрсе келе жатыр алдымызда. Содан жаңағы адам бүкіл халқына барады да жаңағыны паш етіп, дәріптеп, жарнамалап сөйлейді. Ауыл кіреді. Ауыл кірген кезде бізге не істей аласың дейді. Қараңдар дейді. Аспан жаңбырыңды төк дейді. Алла тағала істейді ан жақтан. Алла жаңбырды төгеді. Бұл өзімен өз алданып жүр, құдаймын деп. Алла тағала бұны сынақ қып жіберіп отыр. Сол күнге дейін Аллаға сеніп үлгермеген адам енді сондай нәрсеге сенбегенде қайтеді. Аллаға сен десең, ағашқа барып жіп байлаған оған артық. Аллаға сыйын десең, бір қабірдің басына барып сыйынған оған артық. Мына пайғамбарымыздың дұғасымен емделе сал десең, орыстың кемпіріне барған оған артық. Осындай нәрседен кейін ол дәджалыңның қасында ойнап қалады бұл нәрселерің. Анау дегенің кәдімгідей. Алла тағала дүниеде сиқырдан не қалды? Көріпкелдердің ісінен не қалды? Сәуегейден не қалды? Технология, ғылыми технологиядан не қалды? Қалған бәрін соның қолында болады. Азғырғанда азғыру өте үлкен дәрежеде болады. Сөйтіп аспан жау дегенде Алла тағала жаудырып аспан жауады. «Ей жер» дейді дәджал. «Кәне гүлдеші» дейді. Сөйтіп өсімдіктер көз алдарында. «Ал енді малдарыңды жіберіңдер» дейді. Аналар малдарын жібереді. Сиыр, қойлары, түйелері, жылқылары бір күннің ішінде желіні толып, семіріп, етті болып, күлліс иманға келеді. Дәджалға деген иманға, Аллаға деген күпірлікке. Осылайша оның қозғалысы қандай болар екен? «Я Аллахтың елшісі» деп сахабалар сұраған. Соғысқа дайындалып үлгеру үшін. Қозғалысы нөсер мен бұлтты айдаған желдің жылдамдығындай болады дейді. Яғни теледидарда сіздер ана ауа райын айтатын синоптиктердің айтуы бойынша осындай жерде жаңбыр жауды, ертең осы жаққа келеді екен дейді. Жердің бүкіл бетін аралайды, жылдамдығы өте үлкен. Күллі жердің бетін 40 күннің ішінде азғырып біту керек. Күллі жердің бетін Құдайдан бетін қайтарып, өзіне қарай сыйындырып, өзіне табындырып үлгеру керек. Иудейлерді білесіздер, Мұса алейхиссалам перғауыннан алып шыққаннан кейін бұзауға сыйынып кеткендер. Оп-оңай. Отарланған ел білімсіз қалғаннан кейін бірден бұзауға сыйынып кеткен. Сол секілді Дәджал сондай бір сұмдықтарды жасайды. Бүкіл жердің бетін аралайды. Мұъминдердің көбісі тауларға қарай жасырынып паналайды дейді. Мықты мұъминдер де болады. Мықты соғысатын. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, Дәджалға қарсы соғысатын үмбетімнің бір тобы
Ол Араб жазирасындағы Тамим тайпасының адамдары дейді. Бұлар соғысқанда ешкім соғысамайды дейді Дәджалға қарсы. Сол жердің бетін сондай шығып келе жатқан кезде 4 жерге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтуы бойынша Әл-Мәсжидул Харам, Әл-Харам мешітіне, Меккеге кіре алмайды. Пайғамбарымыздың Әл-Мәсжидул Набауи, Пайғамбарымыздың Мединасына кіре алмайды. Әл-Мәсжидул Ақса, Ақса мешітіне кіре алмайды. Және Раббысы Мұсамен сөйлескен Тұр тауына кіре алмайды. Қалған жердің бәріне кіріп істейді. Мединаға келеді дейді. Пайғамбарымыздың Мединасына келіп, Мединаны қорламақшы болады. Алайда оның дәл сол күні 7 есігі болады дейді қалаға кіретін. Пайғамбарымыз ғайыпты айтып жатыр. Әрбір есігінің қасында періштелер бар, қаруланған. Кіре алмайды, қорқады. Ухуд тауының қасына қарай кетеді дейді. Сол жерде бір тұзды шөп өспейтін бір жер болады. Сол жерге әскери қонысын қондырады. Тура Шыңғысханның кезінде қалай болды? Әскер, жендеттер. Толған жердің беті Дәджалдың әскері, өзіңіз ойлаңыз. Қасында жендеттер жүр, күллі қарулар. Күллісі оны Құдай дейді. Раббуна деп сөйлейді, Раббымыз біздің деп. Сонда Мединаның ішінде, біз Медина дегенде өзімізді де елестете салайық. Мединаның сыртынан күтіп отырады. Сөйтіп мединалықтардың ішінде одан қорқпайтындар болады. Иманы беріктер, сондай қорқатындар болады екен. Қалай болады екен енді деп. Біз білмейміз кімнің жүрегінде не бар екенін. Біз ешкімнің жүрегіне кіріп сен осындайсың деп айтуға хақымыз жоқ. Бірақ Алла Тағала біледі. Алла Тағала сол жерде Мединаны 3 рет сілкіндіреді деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. 3 рет сілкінеді Медина. Соны Дәджал істеп жатыр деп қорыққан жүрегінде күпірлік пен екіжүзділік барлардың барлығы өзі шығып барып қосылады дейді. Қарас. Ол да өзінің алатын үлесін алды. Не бұл сынақтар? Алла Тағала сол Мединадан бір жігітті шығарады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр, сол замандағы адамдардың ең қайырлысы дейді. Хойрун наси ау мин хойрин наси дейді. Немесе ең қайырлыларының бірі дейді. Жалғыз өзі барады Дәджалдың әскерінің қасына. Сосын келе жатқан кезде жендеттері күтіп алады, қаруланған. Қайда барасың? Әлгілеріңе барам. Не, сен біздің Құдайымызды мойындамайсың ба? Ол маған Құдай емес ол. Сол жерде олар оны ұстап өлтірейін деп жатқан кезде іштерінде біреу айтады дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Мынау ең сенімді хабарлардағы нәрселерді айтып отырмын да. Сонда жаңағы жендеттерінің бірі айтады екен. Бізге Раббымыз айтты ғой, яғни Дәджалды айтып жатыр. Менің рұқсатынсыз мен куә болмайынша ешкімді өлтірмеңдер деп. Сондықтан қасын алып барайық дейді. Алдына алып келеді. Алдына алып келеді да, мойындайсың ба мені Құдайың ретінде дейді. Яғни жаңағы Мединадан шыққандармен бірге бір соңғысы шығар деп тұр ғой. Мен сені әсте мойындамайым дейді. Аллах Тағаланың елшісінің хадисінен оқығанмын Дәджал дегеннің шығатын. Сол Дәджалсың ғой сен дейді. Байлаңдар мынаны дейді. Сөйтіп оны байлап, арқасынан да ішінен де бұт шытқып сабап ұрады. Әбден ұрып тастағаннан кейін енді мойындайтын шығарсың дейді. Мүлде мойындамайым дейді сені. Пайғамбарымыз айтқан Дәджал сенсің дейді. Сол кезде жаңағы жігіт, адамдар деп бүкіл адамдарға. Мынау сол Дәджал ғой, Алла Тағаланың елшісі сөйлеген. Мынаған неге еріп жүрсіңдер? Раббыларыңа қайтыңдар деп сөйлеп отқан кезде Дәджал араласып айтады. Адамдар, егер бұны қазір өлтірсем, сосын қайтадан тірілсем, маған күдік ұстамайсыңдар ғой дейді. Ешқандай күдік болмайды, әрине дейді. Ана баланың, жігіттің сөзі әсер етіп кете ме деп қорқып жатыр да. Адамдар қайтып кете ме деп. Сонда араны әкеңдер дейді. Жаңа жігіттің де сынағын көрдіңіз ғой, қандай болып отыр. Араны әкеліп тура басынан ортасына бөліп екі жаққа құлайды. Аралап өлтіреді. Сөйтіп жаңағы екі жақта жатқан денесінің ортасында жүреді дейді Дәджал бүйтіп. Тірілтем деп уәде берді ғой енді. Сонымен тұр дейді оған. Алла Тағала бұйрық береді баланың, жігіттің тірілуіне. Жігіт қайтадан сап-сау болып тіріледі. Дәджал мен істедім деп ойлап, ал енді мойындайтын шығарсың мені. Айт бәріне деген кезде. Бұрынғыдан бетер көзім жетті. Нағыз Дәджал екенсің өзің дейді.
Сосын адамдарға қайтадан айтады: ей адамдар, Алланың елшісі ескерткен дәджжал осы ғой, қиямет сағатының белгілерінің бірі ретінде. Алламен ант етем, менімен істегеннен кейін ешкіммен бұны енді қайталай алмайды, бұл істей алмайды болды деп, сөйтіп олар ұстаңдар бұны деп, бағанағы жәннат пен тозақ деген бұлағы бар дедік қой, өзен. Сол жәннат жағына қарай лақтырады оны. Өйткені ол от қой, соның ішіне өртеніп кетсін деп. Сол лақтырылған бетте Алла тағала оны жаңағы от болып лапылдап тұрған судың ішіне түсіреді. Сол жерде жаңағы несі құриды, бүкіл ісі. Енді халықты таңғалдыратын нәрселері бітті. Бұл жерде айтылатын бір мәселе, құрметті жамағат. Бұл дәджжал шыққанға дейін біздің өзің қазақтың ғұрпында бұл ежелден сақталған, бұны тажал деп атайды бізде. Тажал деген сол, одан басқа нәрсе емес ол. Бұл баяғыдан санада өмір сүріп келе жатқан ақиқат. Тек адамдар жаңа кеңес үкіметінен кейін біраз адасып қалды. Әр нәрсенің өзінің шын мәніндегі жаңағы атынан. Алла тағала қазір сол дәджжалға қарай дайындалу үшін бізді күллі әлемде не болып жатқан нәрсені көз алдыңа әкелетін телефонды жаратты. Бұл Алла тағаланың бұл телефонды жаратуы, бұл дәджжалдың азғыруына түспей тұрып, мына телефонды жеңіп үйрен деп жатыр. Әлеуметтік желіде адам қаншалаған нәрсе болып жатыр қазір, мысалы әлеуметтік желіде. Күллі дүние, өзіңіз ойлаңыз. Бүгінден көріпкелге барып жүрген адамдар оп-оңай ертіп алады. Егер дәл қазіргі халіміз, біздің қазіргі халіміз, өзіміздің елді алайық, басқа елге тиіспей қояйық, 18 миллион, 99-да 9% ергелі тұр дәджжалға. Оп-оңай. Сынақтары жаңа көріп тұрсыз қандай екен. Оның артынан ерткен өзінің жаңаға көріпкелдік керек па? Бар азғыратын тәсілі. Басқасы керек па? Сәуегейлік керек па? Сиқыр керек па? Не керек? Күллі құралдардың қасына беріп қойған. Магнит сияқты, Алла тағала бізге мұқтаж емес, магнит сияқты сапасыздың бәрін жапсырып ал өзіңе деп. Болды. Сонда осындай сынақ болып тұр қазір. Қазір мысалы әлеуметтік желіге қаншалықты байланып жатырық. Сахабалардың біз телефонды қанша ұстасақ, олар Құранды сонша ұстаған. Біз Құранды онша ұстамаймыз ғой. Бір жақсы нәрсе көремін деп отырып, бір жаман нәрсені қарап отырған кездер жоқ па? Бүгінгі күндегі подписчик деген нәрсе не? Кімде қандай ауру бар? Қай тақырыптың ауруы бар, немесе қай тақырыпқа әлсіздік бар? Сол тақырыптың подписчигісің, дұрыс па? Дәджжал келеді, өзінің подписчиктерін жинайды, болды. Болды. Басқа нәрсе жоқ ол жерде. Алла тағала ешкімге мұқтаж емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр. Дәджжалдың шыққанын естігенде оған қарай жолығуға бармаңдар дейді. Шаман келсе алыс жүр дейді. Ан жаққа келдіресен, ана жаққа кет. Сондай көп адамдар өзінің әлсіздігінен тауларға тығылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқанда, кімде кім Әл-Кахф сүресінің әуелгі 10 аятын жадына сақтаса. Өйткені 10 аяттың 10-шы аяты үңгірдегілердің қиссасын бастайды. Үңгірге тығыл деген сөз. Өйткені мен бүгін телефонды жеңе алмаған адам, үңгірге тығылудан басқа амалым жоқ менің. Ол жерден тауып алса белгісіз не болатыны. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр. Оның шыққанын естіген кезде алыс жүріңдер. Өйткені сендердің біреулерің мен мұъминмін деп онымен кездесуге барады. Сөйтіп ол оның ойын солай өзгертетін құбылыстар жасайды дейді. Қараңыздар. Міне. Философияма тағы бірдеңкені салып жіберген кезде, сөйтіп әп-сәтте жаңағы мұъминмін деп тұрған кісі артынан еріп кетеді дейді. Пайғамбарымыздың сөзі саласыр. Болды. Не үшін пайғамбарымыз саласынан бізге айтады? Рахымды пайғамбар. Біз одан рахымды боламаймыз. Айтпаса ол кісі айтпау керек еді ондай сөзді. Бірақ не үшін пайғамбарымыз саласынан андай сөзді айтады? Мысалы, сендердің біреулеріңнің көкірегі өлеңге толғанша дейді, қараңыздар. Жазылмайтын іріңді кеселге толғаны жақсырақ болар еді дейді. Өйткені кесел күнәңнен тазартады, дәрежеңді көтереді. Қараңыз не айтып отыр? Айтпаса сол кісі айтпау керек еді бұл сөзді. Сендердің біреулерінің көкіректерің өлеңге толғанша. Құранның орнына кіріп алған. Тамақ пісіріп жүрсе де соны айтады. Неге Құран айтпасқа? Бала әл десе де сондай нәрселер. Ол мәселе
дәстүрдегі жаңа бір мағыналы нәрселерге қатысты нәрсе емес. Кімнің сол өлеңге көкірегі толса дейді, оның орнына жазылмайтын бір іріңді кеселге толғаны қайырлы болар еді дейді. Неге? Өйткені ол өлеңінің көкесін әкеледі ертең. Ана бүгінгі айтылып жатқан дауыстар жайына қалады, ол жасайтын нәрселерде. Ол кәдімгі, жаңа айтып отырық қой, Шыңғысхан секілді әскерін ертіп, той да бар, домалақ та бар, күллі нәрсе бар ана жерде. Сиқыр да бар, бүкілі бар. Өмір деген қызықта, иудейлердің армандаған өмірі. Жердің бетін өзіне қаратамыз дегендей. Сол болмайтын нәрсенің барлығын жинайды Алла Тағала. Сол жинап келатқан нәрсеге әрбір жаңағы күдігі бар жүрегінде. Бұлыңғыр, иманы бұлыңғыр дегендей нәрселер бар. Күллісін соған қарай қостырады. Кімде кім Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын жаттаса, Дәджалдың фитнасынан аман қалады дейді. Өйткені ол оның жасаған амал шарасы. Амал шарасы енді тәуекел етеді. Ал бір хадисінде пайғамбарымыз салам айтады. Кімде кім Кахф сүресінің соңғы 10 аятын жаттаса, Дәджалдың фитнасынан аман қалады дейді. Өйткені әуелгі 10 аяттың соңғысы үңгірге тығыл деген нәрсені сілтеп атқан болса, соңғы 10 аятының соңғысы риядан сақтан дейді. Яғни сол Кахф сүресінің соңғы аятында Алла Тағала айтқандай, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, кімде кім Раббысымен жолығуды қаласа, кімнің пиғылы, ниеті, мақсаты Алламен жолығу болса, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, онда ол салиқалы амал істесін. Алланың күллі бұйырған нәрселерін және тыйған нәрселерінен алыстасын. Және وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, Раббысына деген ғибадатта ешкімді серік қылмасын дейді. Сонда сахабалар бір күні біз Дәджал туралы сөйлесіп, өте қатты дәрежеде бір-бірімізге сол туралы айтып атқан кезіміз болған дейді. Жаңағы біз қазір айтып атқандай. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, Дәджалдың фитнасынан да сендер үшін қорқатын, өте қатты қауіптенетін нәрсем бар дейді. Ол не, Алланың елшісі? Ширкул хуфи, құпия серік қосу дейді. Ол не құпия серік қосу? Аллахтың елшісі. Адам намазда тұрады, өте әдемі, байсалды оқиды. Өйткені анау жерде бір адам оған қарап тұр дейді. Бүгінгі әлеуметтік желі өзі риядан басқа не жасап отырмыз? Қайырымдылық жасаймыз, көрсетеміз. Тәптіштеп көрсетеміз да. Қай жерге барғанымызды. Адамдардан енді ақша тартқымыз келетін шығар, көмекке, жақсы. Бірақ бір нәрсені ойлайым деп, басқа нәрсе. Жақсылық жасаймыз ба? Көрсетеміз. Біреу денесін көрсетеді, біреу даусын көрсетеді, біреу үйіндегі пісіріп атқан тамағын көрсетеді, біреу балаларын көрсетеді, біреу үйленгенін көрсетеді. Өз не, кімге көрсетіп атырық біз? Жалпы мақсат не осының бәрінде дейтін болсаң, ұнау кімге? Подписчиктерге, адамдарға. Ал Аллаға ше? Аллаға ұнамайды ол нәрселер. Алла өзі үшін ғана істелуін қалайды. Міне осындай ниетте, осындай қылықтарда жүргенде, қазір кеп қалса Дәджал, өте жағдай қауіпті, өте. Әне жан айтып отыр ғой, біреу мен мұъминмін деп барды да, міне көптеген жаңағы бір ақида мәселесінде ма, фиқ мәселесінде таласқандардың қаншасы еріп кетуі мүмкін ертең артынан. Сонда не керек еді ол? Құдаймен байланысымыз дұрыс болмағаннан кейін немереге сонша шулаттың? Әп-сәтте көзіне күмәндарда келеді дейді. Бұлай емес па дегенде жаңағы мұъминнің артынан еріп кетеді, болды. Кімде қандай кепілдік бар? Өзімізге қарайық. Әлеуметтік желіні аштым, уағыз тыңдайын отқан басында. Бір кезде басқа бірдеңке шыға келді, қарап отырым, қарасам. Енді мен қазір еріптім ғой оған. Мен бұл жерде жарайды, бүйтіп қарап алып баратыр ғой мені. Ол алған кезде енді кәдімгідей алады ғой ол. Ол біледі ғой әркімге не ұнайтын тақырыптарын. Жаңағы адамның ата-анасын, өзің ойла, ата-анасын тірілтіп тұр ғой бейнесінде. Сондықтан бүгінгі телефон мәселесі. Бұл нәрсемен өзіңіз күреспесеңіз, пайғамбарымыз салсам айтқандай, қуатты мұъмин болу үшін ихрис аля ма янфаук, өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ұмтыл деген қағидаға темірдей шегелеп алмасаңыз,
Бұл телефон биледі, бітті. Кімді әлеуметтік желі биледі, оны Даджал оп-оңай билейді. Сондықтан да қаншалаған жаңағындай өмірдегі болатқан неше түрлі қызықтар, сол қызықтарға қызыға берсең, ертең сол қызықпен ол мені алуы мүмкін. Оның заманына кеп қызық. Әрбір иманымды дамытуға, Аллаға адал құл болуға кедергі жасап жатқан бойымдағы қылықтар, қызығушылықтар, бұл мені құртатын нәрсе. Бұл мені Құдайға адал қылуға кедергі жасап тұрған нәрсе. Міне сол нәрселерді ол ұйымдастырады. Аллах тағала бізге мұқтаж болмаған түрде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, ол шығады да, мен сендердің раббыларыңмын деп айтады. Фәсбуту айбадалла дейді. Сол кезде үмбетін айтып жатыр. Табанды болыңдар, ей Алланың құлдары деп сахабаларын айтып жатыр. Яғни қазір бізге жетті бұл сөз. Табанды болыңдар. Мен қазір әлеуметтік желі, телефонның ішіндегі нәрсеге табанды боламасам. Аллах тағала Адам алейхиссаламды жәннаттың ішіне қоя берген кезде тек рақат қана болды ғой. Же деді оған. Одан басқа не бұйрық берді? Мына жәннаттан қалағаныңды же деді. Одан басқа амал жоқ жәннатта берілген оған. Тек мынаған жақындама деді. Сол секілді жақындап еді, көрдіңіз не болғанда. Жақындаған кезінде Алла тағала шайтанды да кінәлаған жоқ. Әйелін де кінәлаған жоқ. Адамның өзін кінәлады, еркекті. Сол секілді әлеуметтік желідегі ленталардың кінәсі жоқ жолдан тайғанымызға. Дәджалдың да кінәсі жоқ ертең жолдан тайғанымызға. Ол сынақ болды, сынақ ретінде келген нәрсе. Ол лағнеттеп сөйтетін нәрсе емес ол. Мәселе менің жүрегімде тұр проблема. Аллах тағала шайтанды да кінәламай, Хауаны да кінәлаған жоқ. Шайтан қанша азғырса да оған. Адамның өзін кінәлады да айтты Құранда. Валақад ахидна иля Адама. Расымен де біз адамнан серт алған едік. Мынау сенің дұшпаның, мынау әйеліңнің дұшпаны, екеуіңді жәннаттан шығарып жіберіп бақытсыз болып қалма. Мынау ағашқа жақындама. Залымдардан боласың деген ескертулерді айттық. Нәсия, ұмытты адам. Жаңағы нәрсе, жақсы нәрсені көріп өттім да, жаманға кіріп кет. Ұмыттым Алланы да, бәрін де 5 минутқа, 10 минутқа мүмкін. Ауруыммен қауыштым, дертім да менің ішімдегі. Сол дертім беріп жатыр маған. Бұл дерт қайтып емделеді енді. Бұл керісінше қуат алып жатыр ғой. Ертең мен қайтадан іздеймін бұны. Не үшін әлемде жаңағы кинолардың шығарылып жатқандары, неше түрлі клиптар, тиктоктар бар. Еш нәрсені кінәламаңыз. Бұның барлығы ертеңгі дәджалдың фитнасы басталмай тұрып келіп тұрған фитна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, сондай фитналар келеді. Иманыңды сынаққа салатын. Адам таңертең мұсылман болады, кешке кәпір болады дейді. Кешке мұсылман болады, таңертең кәпір болады дейді. Сол жаңағы нәрселер арқылы. Сондықтан біздің күшті болуымызды қалау үшін болып жатқан нәрселер бұл. Пайғамбарымыз бұл нәрселерді айтып жатқанда бізді қорқытайын деп айтып жатқан жоқ. Бірақ үлгеріп ал. Жақсы болуға, күшті болуға үлгеріп ал. Бағанағы мұъмин сияқты барып, кәдімгідей кесіп тастаса да қайтпай тұрған иманы. Сонда Аллах тағала жаңағы адамды айтқандай, бізге де соны айтады. Адамнан серт алған едік. Ол ұмытты. Валам нажид лаху азма. Біз адамды табанды таппадық дейді. Табанды таппадық. Мен қазір әлеуметтік желіде табанды бола алмасам. Сондықтан бұл алдымызда келе жатқан нәрсе болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бәрімізге намазымыздың соңында ат-тахияттан кейінгі жаңа айтылатын дұғалардың қатарына қосып қойды ғой. Аллахумма инни аузу бика мин азабил қобри. Алла, мен саған қабір азабынан сыйынамын. Ва мин азабин нари. Тозақ азабынан сыйынамын. Ва мин фитнатил махия вал мамат. Өмірімде келетін неше түрлі фитналардан, өлім сәтінде келетін неше түрлі фитналардан. Өйткені біреу қанша жыл өмір сүріп, жәннатқа бір шынтақ қалған кезде дейді, ажалы келіп тағдыр ауысып, тозаққа кетіп қалатын тағдырға кіріп кетеді дейді. Білмеймін фитналардың қалай келетінін. Ва мин фитнатил масихи даджал. Сондай-ақ әл-масих, даджалдың фитнасынан саған сыйынамын. Ал бір риуаятта мин шарри фитнатил масихи даджал.
Әл-Масих Дәджәлдің фитнәсінің жамандығынан саған сыйынамын, жолықтыра көрме дегендей. Міне, бұл фитна арқылы Алла Тағала кәдімгідей парқылайды, 40 күн өтеді, жердің беті сұрыпталады, мұъминдер мұъмин болып қалады, олар тіпті дәжжалға қарсы соғысуға дейін баратын мұъминдер болады. Сондай-ақ еріп кеткенімізде болады, Құдай сақтасын. Мысалы, ешбір ұлт бүгін, мен сондай ұлтпын, тарихпын деген, мен одан не пайда? Ертең дәжжал келген кезде ұлттар артынан етіп баратса, не пайда одан? Құдаймен байланбағаннан кейін, іргетасын Құдай болмағаннан кейін, оның үстіне қандай ұлтты тұрғызайын деп ең? Әлеуметтік желіге шахаваттар мен күмәндарға жеңілген ұлтты ма? Сол үшін жаратып еді Алла Тағала ұлт деген ұғымды? Құдайдың құлы бол деп жаратып еді. Боласың ба қазақ, Құдайдың қазағы бол. Боласың ба өзбек, Құдайдың өзбегі бол. Міне, Құдайдың ұйғыры бол. Әйтпесе не пайда ол сенің атыңнан? Алланың берген дизайны ол саған. Жердің бетіне қаншалаған гүлдерді жаратып қойған, әртүрлі қыпты. Міне, сол секілді бізді де әртүрлі, тілімізді әртүрлі қып, түсімізді әртүрлі қып, әртүрлі ұлт қып жаратты, құдіретін көрсету үшін. Бірақ оның ешқайсысы біреуінен артық емес. Аллаға берілмейінше. Аллаға шынымен қазірден бастап берілуді үйрену керекпіз. Шамамыз келгенше салсақ, фаттақуллаха мастатуътум дейді өзі Құранда. Шамаларың келгенше қорықшы. Ар жағын мен толтырайын деп тұр ғой. Ар жағын мен қуаттайын. Біз сол шамамыз келетін нәрсені де істемейміз ғой. Иманның уайымы емес па ол? Иман бұны уайымдамаса, менің иманым, сіздің иманыңыз оны уайымдамаса, оны кім уайымдайды біз үшін? Қабырдың өзі күтіп тұр. Оның сынақтары не болатыны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Ол Масихи Дәджәлдің фитнасынан кем емес дейді қабырдың сынағы, қабырдың емтиханы. Біз жерлеймізді иманды болсын деп қоя береміз, ана жақта Құдай тамақты отыра береміз. Не болып жатыр ана жақта? Ешкімнің ол жаққа уайымы жоқ. Ал сахабалар болса біреуді жерлесе, сол жерде бір түйе шалынып, сол түйенің еті таралып тасталатын, пақырларға уақыттай отыратын бауырының қабырының басында. Міне достық деген бәлкім сол шығар. Ол жерлей сап кетіп қалған достық ба? Ақыретпен байланған, отырып сол жерде. Не үшін отырам ол жерде? Ей пайғамбарым дейтін болсаң, сұра бауырыңа табандылықты. Қазір сұралып жатыр дейді ол. Алла бекемдей көр, сұрағына бекемдей көр деп біреу жарты сағат отырмаса ана жерде. Онда керек жоқ қой ол маған. Ол маған керек жоқ болса, бауырмашылық деген не өзі? Мен мешітте бір-бірімізді тек қаматтың күшімен тұрып, одан кейін керек қылмасаң, сен қабірінің басында барып дұға жасап тұрасың ба, жарты сағат 40 минут. Әркім өзімен өзі құр. Құдаймен бір шаруасын дұрыстап алған сияқты жүрген кейпіміз бар да. Осындай күндер болғаннан кейін 40 күн өткеннен кейін Алла Тағала Иса пайғамбарды түсіреді. Иса түсіп келе жатқан кезде ол Дамаскыға қарай жетеді. Иса түсіп келе жатқан кезде жаңағы дәу денелі Дәджәл кішірейе береді дейді. Еріп, қорқып, Исадан қалтырап, дірілдеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, Иса қасына бармаса да өліп қалатын еді дейді. Сол езілген түрінде. Алайда Алланың әмірімен барып өлтіреді дейді оны. Исаны сол күні таниды адамдар. Алла Тағала кітап иелерінен болған насараларға біраз кеңшілік жасауды қалап, сол кезде Иса олардың күллісін исламға қайтарады, сол замандағы насараларды. Ал басқа адамдарға иманы пайда бермеуі мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 белгі пайда болса, бұрын иман келтіріп үлгермеген адамның иманы пайда бермейді дейді. Күллі доңыздарды өлтіруі Исаның, күллі крестерді сындыруы. Мынау не нәрсе? Мен бұйырмаған нәрсені неге істегенсіңдер? Мынау не? Ана крестің бәрі көз алдында сынып, бір крест қылмайынша тырнын таппайды. Қорқып Алладан сындырып, доңыздар Інжілде харам етілген еді ғой. Мыналарың не? Күллі насаралар иманға келіп, бір ғана үмбет болады дейді. Сол кездегі жаңағы уәде етілген кіші белгілердің бірі бар. Исаның кезімен байланысатын, Дәджәлдің кезімен байланысатын Махди шығуы. 7 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Иса түскеннен кейін 7 жыл жердің беті кереметке толады дейді.
мұсылман үмбет осы күнге дейін аңсап көрген әділеттілік, тазалық, мәдениет, құлшылық, ғибадат күллі жердің беті 7 жылдың ішінде да солай толтырады. Алайда ол тұрақтап тұра бермейді. Алланың ісі бар, кейін бір буын келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ядрусул исламу кама ядрусу вашью сауби. Киімнің өңі тозғандай, исламның жер бетінде ұстанылуы да тозады дейді. Сөйтіп, ла юдро ма салатун ва сиямун ва ла садақатун ва нусукун. Намаз деген не, ораза деген не, садақа деген не, қажылық, умра деген не, түк білім болмай қалатын жағдай келеді дейді. Тек қана бір кәрі шал мен кәрі кемпірлер болады дейді. Солар айтады дейді. Біздің әкелеріміз ла илаха иллалла деп айтушы еді. Сол сөзді ғана мұраланып үлгердік. Одан басқа түк білмейміз. Сол сөзді жүрегімізбен айтамыз деп. Бұны Хузейфа деген сахабасы айтып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол замандағы ең соңғы хайырлы адамдар екен ол. Ең соңғы хайырлы адамдар. Өйткені сол хадистің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жаңағы киімнің өңі кеткенде исламның ұстанылуы өңі кетеді. Алла Тағала Құран кітапты өзінің құзырына көтеріп әкетеді. Жердің бетінде бір аят қалмайды дейді. Тек қана жаңағы кәрі шал мен кәрі кемпірдің ла илаха иллалласынан басқа. Сол кезде Сила ибн Зуфар деген табиғин Хузейфаға айтады. Енді өзінің заманына салыстырып жібереді ол кісі, ана заманда түсінбегеннен кейін. Ол намазы, зекет, садақа деген нәрселерді білмесе, оның ла илаха иллалласына не пайда деп. Сонда Хузейфа, пайғамбарымыздың сыршысы болған сахаба, сол кісі айтады. Ол сөз оларды тозақтан құтқарады. Ол сөз оларды тозақтан құтқарады. Ол сөз оларды тозақтан құтқарады деп. Сөйтіп, сондай бір заман болып жатқан кезде Алла Тағала жерден бір жануарды шығарады. Үлкен жануар, бейнесі бір Алланың өзіне ғана мәлім, әртүрлі әлсіз хадистер бар, сондықтан ол нәрселерді айта алмаймыз, сенімді болмағаннан кейін. Алайда сондай жануар шығып, Алла Тағала өзі міне айтқандай, ол адамдармен сөйлеседі дейді. Сол адамдармен сөйлеген кезіндегі нәрсесі, мына адамдар біздің аяттарымызға Алланың уахи еткенін, Алланың сөзін сөйлеп отыр. Біздің аяттарымызға айқын сенбеді ғой. Сөйтіп барады да, жаңағы бұлыңғыр болып жүрген, сенбей жүрген, күмәнді болып жүрген адамдардың мұрнына барып таңба басады дейді. Сол таңба басылған адамдар, сол заман, осы жануардың шығатын заманы, кім иман келтірсе де иманы пайда бермейтін уақыттардың бірі ретінде айтылып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ол жануардың сөйлейтіні, Алла жануарды шығаруы хикметтерінің бірі. Оның алдындағы аяттарға біз қарадық. Оның алдындағы аяттарда өздері көріп тұрса да, мына жеңілірек болатындай Ағраф сүресіндегі аятты келтірейік. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва лақад зарана ли джаханнама. Расымен де біз жаһаннам үшін жараттық дейді. Касирун минал джинни вал инси. Көп жындарды және көп адамдарды. Лахум қулубун. Біз ол адамдарды жаратқан кезде сау жүрекпен жаратқанбыз дейді. Жүрек. Алайда ла яфқахуна биха. Олар бұл жүрекпен мүлде ойланбайды дейді. Ақиқатты бір сәт ойланбайды. Бұл жүрек тек дүниені ойлайды. Валахум а'юнун. Олардың көздері бар. Ла юбсируна биха. Көздері бар. Көреді. Көрмейтін нәрсесі жоқ мына дүниеде. Біреудің айыбына дейін көреді. Қай жерде пайда бар, оны көреді. Ақиқатты көрмейді. Қанша ғұмыр берсем де мені таппады дейді Алла Тағала. Не айға қарап мені таппады, не Құранға қарап мені таппады. Мынау аятыма да назар аудармады. Вакааййин мин аятин фис самавати вал арди дегенде Алла Тағала Юсуф сүресінде. Көктер мен жерде қаншалаған белгілерінді шашып тастаған едім дейді. Көрсе болды мен көрінетіндей дейді Алла Тағала. Ямурруна алейха. Қолы тимейді ғой, өте шығады. Мүлде мән бермейді ғой дейді анаған. Валахум азанун. Олардың құлақтары бар. Ла ясмағуна биха. Ақиқатты естімейді. Басқасын естігенде керемет. Төлін естейді.
бірақ менің сөзімді естімейді дейді. Міне осындай адамдар, осындай ғұмырмен өмір сүргендіктен, пиғылдары сондай болғандықтан, мақсаттары дүние тіршілігі ғана болғандықтан, ақыретті пысқырмағандықтан, бұлардың көбісі сол санның бәрі жаһаннам үшін жаралған деп есептеледі дейді. Сосын Алла Тағала бағасын береді. Улайика кал ан'ам. Бұлар жануар, мал секілді дейді. Қай тұрғыдан? Я Раббым, валлазина кафару ятаматтауна ва яакулуна кама таакулул ан'ам. Мұхаммад деген сүреде, пайғамбарымыздың атымен аталған сүреден андай бір ауыр аят бар. Ақиқатты мойындамайтындар рақаттанады, шахават тұрғысынан, неше түрлі сезімдерін қанағаттандырып, әртүрлі өлең бе, би ме, тағы басқа мәйтір осы дүниенің рақаттанады және жейді. Жануарлар жеп жүрген секілді дейді. Міне бұл адамдар жаңалық әкелмеді дейді өміріне. Бұлар малдың ісін қайталаумен болды дейді. Бұлар ешқандай озған жоқ дейді. Өйткені бұның істеп жүргені жеу және ішу және рақаттану. Бұл малдың қасиеті дейді. Сосын айтады, бәлхум адол. Малға қарағанда бетер адасқан дейді бұл адамдар. Неге? Мал тура жолда. Мал мұсылман. Қай мақсат үшін салған, Тағала ішіне өзінің чипін, бағдарламасын ішіне сап қойған, біздікін сыртқа қойған. Оныкін ішіне сап ұстаған. Ол сен үшін рақаттанып семіреді. Сен үшін ол ұрпағын өндіреді. Сен үшін көбейеді ол. Сенің базарға апаруыңмен немесе жаңағы бісміллә деп бауыздауыңмен аяқталады оның бүкіл нәрсесі. Сен үшін. Оларды ақтап тұрған аятқа келетін болсақ, Аллах Тағала айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алам тара анналлаха ясджуду лаху ман фис самавати ва ман фил арди. О пайғамбар, көрмедің бе? Алла Тағалаға көктегі періштелердің де, жердегілердің де сәжде жасап атқанын дейді. Ва шамсу, күннің өзі сәжде жасайды ғой, ей пайғамбар. Айдың өзі сәжде жасайды. Сен менің айтқаныма сенесің, көзіңмен көруің шарт емес. Мен айтқаннан кейін көргенмен бірдей ғой. Жұлдыздар да сәжде жасайды. Таулар, ва шажару, ағаш өсімдіктердің күллісі, ва дауабу, жануарлар төрт аяқпен жорғалап жүрген. Ақтады ғой Алла Тағала, көрдіңіз бе? Сәжде жасайды. Ва касиру минан нас, адамдардың көбісі Аллаға сәжде жасайды, яғни мұъминдер. Ва касирун хаққа алейхил азабу, ал енді басым көпшілігіне Алланың азабы тиісті болды. Имансыз өмір нәсіп болды оларға. Иманды пысқырмағандықтан. Имансыз өмірді қалай бағалайсың, Раббым деп сұрасақ. Ва май юхиниллаху фама лаху мин мукримин. Кімді Алла қорласа имансыз өмірмен, енді оны құрметтеуші жоқ дейді. Қарасаңшы қандай, субханалла. Инналлаха яфалу ма яша. Расымен Алла Тағала қалаған нәрсесін істейді. Міне жанағылар мал секілді дейді да, сосын малды ақтап отыр Алла Тағала. Бәлхум адол. Олар малдан бетер адасқан, көзі көре тұра пысқырмаған Алланы. Қаншама жыл ғұмыр берсек те, елші кеп сөйлесе де, айт оларға онда. Интазиру, онда күтіңдер Алланың ісін. Инна мунтазирун, біз күтеміз деп айт оларға. Міне адамның сөзін түсінбегеннен кейін жануарды сөйлететін уақытымыз болады дейді енді. Жануардың одан артық екенін көрсетіп, жердің ішінен шығарамыз да, мына адамдарға не болған? Аллаға иман келтірмейтін деп сөйлейді. Сөйтіп барып жана кәпірді қолап жүріп, тұмсығына мөр басады. Бағанағы ла илаха иллалланы ғана айтып жүрген адамдар. Солардан кейін бір буын келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, жердің бетінде ең жаман адамдар қалады дейді. Өмірлері деген, ризық деген өте мол дейді. Күллі нәрсе, байлық, дәулет, жердің асты үсті мол, бірақ ең жаман адамдар дейді. Жақсылықтың не екенін білмейді, жамандықтың не екенін білмейді, нәпсілеріне ерген. Алла Тағала қияметті әкеліп, солардың басына орнатады дейді. Не құрмет жамағат. Сондықтан өзімізбен өзіміз алыспасақпыз. Біздің көңіліміз ертең, ертең деп жүр ғой. Ертең, ертең.
кез келген жақсы істі Алла тағала санамызға салады әрдайым. Құран болсын, Құранды жаттау ма, жоқ тахаджуд ба, жоқ тағы басқа нәрсе ма, Алла тағала әрдайым бізге жақсы ойлар салады. Бірақ біз ақылмен емес, жанағыларға ұқсайтын кездеріміз болады. Қандай тұрғыдан? Ертең әлеуметтік желіні қоям, бір айдан кейін қоям, Рамазанда қоям. Бұл негізі біздің сөз емес, бұл шайтанның сөзі. Бірақ салған кезде ол сөзді жиіркенбей, солай қайталадым ғой мен. Осылай адасамыз біз. Сондықтан мүминдер, пайғамбарымыз салсам айтқандай, табанды болыңдар дегеннен кейін, біз кез келген фитнаға табанды болуға тырысу керекпіз. Біз айта алмаймыз, біз күштіміз деп. Біз Алламен ғана күштіміз. Бірақ біз шамамыз келген нәрсені істеуге міндеттіміз. Егер біз соны істесек, Алла тағала бізге көктем мен жердің берекесін ашады. Сенің сонша жасаған жаңағы амалың, жихадың, мысалы бүгін біреу ойлауы мүмкін, бұрынғыдай соғыстар жоқ, бейбіт өмір сүріп жатырмыз деп. Соғыстың басқа түрлерін жаратып отыр Алла тағала. Әлеуметтік желі арқылы азғырып атқан нәрсе соғыс емес па? Мен жаңағы телефонда ұстап отырған кезімде жеңіліп атқан адам емеспін ба? Балам, әйелім жеңіліп атқан адамдар емес па? Біз жеңіліп атырмыз. Жихад деген осы, жеңілмеу керекпіз енді. Салиқалы ұрпақты армандаймыз. Ол қайдан келеді ол? Сол секілді осы күрес алдымызда тұр қазір. Осы күресте мықты болсақ, әркім өзінің осындай бір қылықтарымен, бойымыздағы әлсіздіктермен алысатын болсақ, бір-бірімізге рахымды болсақ, бір-біріңізге жастық болыңыздар, көрпе болыңыздар. Әркім іштеріңізде екінші біреуіңді өзіңнен артық көр. Артық көр, осы нәрселер көмектеседі бізге ертең. Ешкімнің үстінен қарама. Әркімді жақсы көр, өзіңе сүйген нәрсені оған сүй. Пайғамбарымыз саласырым айтып кеткен өсиеттердің бәрін істеп үлгеріп алу керекпіз. Біз білмейміз ертеңгі күндер қандай болатынын. Өйткені Алла тағаланы көрдіңіз ғой, жаңағы 7 жыл керемет нәрсені ұйымдастырды да, одан бір кезде жоқ болып кетті. Сол секілді бұл өзгеріп тұратын нәрселер. Оны Алла тағала өзгертеді. Өйткені Аллаға оның тұрақтылығы емес, ол иманның тұрақтылығы маңызды. Қай уақыттан, қай кезеңнен қай кезеңге сап жүрсе де, сен сол бетіңдесің. Міне, бейбіт заманнан репрессияға сап жүре ма? Репрессиядан бейбітке алып келе ма? Сен сол қалпындасың. Мұсылман өзгермеу керек. Жағдайлар өзгеріп тұруы, ол Алланың заңдылығы. Али Ғимран сүресінде айтқандай, сол аятпен аяқтайық. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Аллах тағала мүминдерді сендер осы үйренісіп қалған бір қалыпта ұстап тұрмайды, жағдайларды әкеледі. Сөйтіп сапалыларыңды сапасызынан ажыратады дейді. Осындай аяттардан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма муқаллибал қулуб сәббит қалби аля диник. Жүректерді құбылтушы Раббым, жүректерімізді дініне бекемдей көр, табанды қыла көр деп қайта айта берген кезде сахабалар айтады: Аллахтың елшісі, бұл дұғаны неге көп айтып жүрсіз? Біз үшін қорқасыз ба? Сізге сендік, Құран бар, міне қандай керемет үмбетпіз біз. Алла жолында күресіп жатырмыз. Біз үшін қорқасыз ба? Әрине қорқам дейді. Өйткені Аллах тағала жағдайларды өзгертіп жіберген кезде жүректер өзгеріп кетеді дейді. Сондықтан осы дұға аузымыздан түспесін. Аллахым, жүректерді құбылтушы Аллахым, біздің табанымызды дініңе бекемдей көр деген дұға. Аллах тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп